шашқа арналған дайын сүлгілерді тігіп алуды қалап жүрген болсаңыз, осы видео сіздерге арналған. Бұл видеода менің өзіме және де кішкентай қызыма арналған өлшемдерді толықтай көрсететін боламын. Ал сіздер каналға тіркеліп алыңыздар, біз бастаймыз. Ең алдымен осындай видеода көрсетіп тұрғандай өлшемдерді сызып аламыз қағазға. Сөйтеміз де жоғары жағынан 15 сантиметрді өлшеп белгілеп аламыз. Бұл белгіні осылай фломастердің көмегімен өлшеп қоямыз, және де 28 жанындағы қабырғасынан, яғни биіктігінен тағы да 15 сантиметр өлшеп жоғарыдан төмен қарай белгілейміз. Енді осы екі белгіленген нүктелерімізді шеңбер, яғни басымыздың өлшеміне қарай доғал етіп осындай сызық жүргізетін боламыз. Және осы сызығымызды біз 8 сантиметрмен қосатын боламыз. Мінекей өлшемдерді өздеріңізге скриндеп алыңыздар. Бұл өлшем стандарт өлшем болып саналады. Барлық адамдардың басына шақ келу керек, үлкен кісілердің. Ал кішкентайлардың өлшемін қазір осы видеоның барысында көрсететін боламын. Ал менің қолданған сүлгілерім, ол екі сүлгі қолданым, кәдімгі қол сүлгілер. Бұлар шыны керек басқа ораған кезде дұрыс келмейді, шешіліп кете беретін еді. Енді осыларды мен осы екі сүлгіден екі орағыш жасайтын боламын. Бірінші лекалымыз бойынша қойып қырқып аламын. Асықпай қырқып аламыз. Және қалған екінші бөлігін тастамаймыз. Оны да қазір іске асыратын боламыз. Ең алдымен бірінші бөлігімізді жинап бір шетке қоя тұрамыз, өйткені екеуін бірдей тігеміз қазір бірге. Ал сүлгіміздің қалған бөлігін қойып алып, енді кішкентай балдардың өлшемін алатын боламыз. Ең алдымен биіктігі 26 сантиметр өлшеп аламыз. Ал ұзындығы 60 сантиметр болады. Байқаған болсаңыздар, үлкендердің өлшемі 70 болса, бұл кішкентайлардікі 60 сантиметр, 10 сантиметрге қысқа. Ал екінші шетінің биіктігі 2 сантиметрге қысқа, яғни кішкентай балаларды 6 сантиметр алады екенбіз. Жоғарыдан 13 сантиметр және де биіктігінен 13 сантиметр өлшеп белгілеп аламыз да, ол жерді де осылай бастың формасына қарай дөңгелек етіп сызып аламыз. Және соңғы нүктеден бастап 8-6 сантиметрге дейін қосамыз да, ол жерді де қырқып аламыз. Мінекей бізде екі орағышымызды да қырқып алдық. Енді бұның шетін жақсылап оверлокпен тігіп аламыз. Және де ұмытып кетпей тұрғанда бірден тігіске резинаны қосып тігіп кету керек. Сіздер 10 сантиметр резина алсаңыздар жету керек. 10 сантиметрден екі сүлгіге 20 сантиметр резина кетеді. Оверлоктың көмегімен тігіп алдым. Және де енді арт жағына түйме қойып тігемін. Мінекей біздің сүлгіміз сонымен дайын болады. Қыздар, егерде видео ұнаған болса, осы видеомен достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бірге болған шебер перизат. Мен каналымды бақылауды және де менімен бірге болуды ұмытпаңыздар. Келесіде қандай видео көргілеріңіз келеді, сол видеолардың тізімін, қалағандарыңызды жазып қойсаңыздар болады. Және де сіздер осындай сүлгіні өздеріңіз тігіп алдыңыздар ма, әлде дайын алып қолданасыздар ма? Өз пікірлеріңізді комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте қызықты, барлығын түгелдей оқитын боламын. Келесі кездескенше, ассаляму алейкум рахматуллахи